Барселона деген сөзді естігенде ең бірінші сіздің ойыңызға мына бір футбол командасы есіңізге түсетін шығар. Тіпті Google'дан іздегенде ең бірінші мәліметтер Барселона футбол клубы туралы. Бірақ бұл видео ол туралы емес. Барселона 1,6 миллион тұрғыны бар үлкен қала. Испаниядағы Каталония автономдық республикасының астанасы. Sagrada Familia деп аталатын сіз сұрап жүрген мына шіркеу осында орналасқан. Ендігі кезекте не үшін Барселона қаласы туралы айтқалы жатырмыз. Барселонада әлемнің үлкен қалалары сияқты көліктердің түтінінен ластанып жатқан қалалардың бірі болған. Байқасаңыз, мен болған деген сөзді қостым. Әлемнің қалаларына бармай-ақ өзіміздің Алматымызды алсақ та қалада түгелімен көліктер және адам жүретін жол аз. Былай айтсақ, көліктер ең басты транспорт және соның әсерінен қала ластануда. Бұл тек 2 миллион тұрғыны бар қала болатын. Ал әлемде ондаған миллион тұрғыны бар қалалар бар. Сонымен адам жүретін және велосипед жолдарын көбейтіп, қаланың ластануын азайта алатын шешім бар ма? Барселона қала ластануын азайту мақсатында көп еңбек етіп жатқан қала. Және дәл осы қала керемет бір шешімін тапқан болатын. Барселона 2008 жылдан бастап ластанудың астында қалған болатын. Үлкен проблемаға айналған соншалық қала ластануының алдын алу мақсатында жүздеген проекттер қолға алынып тексеріліп көрінді. Соңғы шешім 2014 жылы қолға алынды және ол испан тілінде супериас деп аталады. Аударғанда суперблоктар. Барселоналық суперблоктар әлемге әйгілі болып кеткен, тіпті Барселонаның символы сияқты. Сонымен суперблоктар қандай қызмет атқарады? Осындай 9 блок үйлерді бірге алып, осы суперблоктың ішінен транспорт өтпейтіндей қылады, яғни айналып өтеді. Ал ішіндегі тұрғындар көліктермен тек бір бағытта ғана өте алады, және 10 км/сағатпен ғана. Ал суперблоктың ішінде қала тұрғындары әртүрлі қызықты шаралар, карнавалдар, мейрамдар өткізіп тұрады. Осы суперблоктардың арқасында қала тұрғындары қала ішінде еркін жүріп тұруға мүмкіншілік алды. Бұл план Барселонаның көптеген аумағын қамтыды және нәтижесі де керемет болып шықты. Суперблоктардың арқасында адам жүретін жаяу жүргінші жолдары сол аймақтарда 45%-дан 74%-ға дейін өсті. Трафиктің дауысы 66,5 децибелден 61 децибелге дейін азайды. Оған қоса машиналардан шығатын түтіннің мөлшері 42%-ға дейін азайып, өзінің керемет нәтижелерін берді. Адамдар суперблоктардың арқасында көліктерден қауіптенбей жүре беретін болды. Велосипед саны өсіп, қала жасылдана бастады. Ал оның дәлелін сіз экраннан тамашалап жатырсыз. Алаңсыз жүрген қала тұрғындары көліксіз қала көшелерінде қыдырып жүр. Адамдар қалада тұрса да таза ауамен тыныстап, көңіл көтеруге мүмкіншілік алды. Ал енді сіз қай қалада тұрасыз және сізге де осындай суперблокты жүйені орнатса қалаңыз көркейе түседі деп ойлайсыз ба? Пікір қалдырып, видеомыз ұнаса лайк басып кетіңіз. Және осы қызықты ақпараттармен достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.